енді тұрмысқа шығамыз ғой енді. Сол бала шағамды асырау үшін ауыл бүкіл быт-шыт болғаннан кейін қалаға келіп базарда тұрып, базардан ала сумка тасып, суықта бүкіл бала шағамызды асырадық. Енді сіздер былай ойлап қарағанда, енді одан кейін міне біздің жастық шағымыз, балалық шағымыз барлығы ауыр өтті. Сол ауыр өткенде енді біз келіп 61 жасында біз пенсияға шықтық, зейнетке шықтық. 61-де тоқтатқаннан кейін. Әйтпесе біз шынымен 58-де шығуымыз керек қой. 58-де шыққан жоқпыз, 61-де өте қиналып шықтық. Мизерный пенсиямен шықтық. Не пенсионный болған жоқ, не жұмыс болған жоқ. Базарда тұрдық, бізге кім не деді? Сол кішкентай ғана пенсиямен қазір өмір сүріп жатырмыз, бала шағамызды үйлендіріп, отбасын етіп. Енді біздің мақсатымыз, міне былай қарап отырсаңыздар, қазір немере бағу керек қой бізге. Енді бабушка болғаннан кейін. Біз немере бағатын бізде жағдай жоқ. Неге десеңіздер, уже балаларымыз уже ауылда тұрмайды,